Қайырлы кеш көрермен. Сатдәулетке бүгін әдемі үміткер келген болатын. Есімі Айсұлу, жасы 19-да. Бет әрлеуші болып жұмыс жасайды екен. Таныстықтары жақсы жалғасын тауып жатқан еді. Баяғыша қатысушылардың тиісіп сөйлейтіндері бұзды бәрін. Шәрияр Сатдәулетке пікір білдірген болатын, соның ішінде Заринаны тілге тигізіп кетті. Тастап кете береді деген әңгімесі Заринаға ұнамады. Зарина болса айтқаны таныстық болса орта шешіммен басталды. Және де ортақ шешіммен аяқталды деді. Шәрияр мен Зарина болса сол сөзге келіспей. Ақыр соңында қыз жылап қалды. Шымылдық ашылып, Айсұлу Сатдәулетке ұнап қалған көрінеді. Екеуі бір-бірін бірден ұнатып қалғаны сезілді. Зарина болса одан де бетер жылап студиядан шығып кетті. Не үшін олай болды? Шәриярдың сөзі ме? Әлде Сатдәулеттің жаңа таныстығы ма? Қалай ойлайсыздар? Ханзадалықты тастап, не көзі ағып отыр? Ханзада бола сала өзгерді оймайсып, соны Сатдәулет бірден түсінді ғой. Заринаның понятиясы детский ғой, қыз намысы жоқ па осыда ужас. Зарина Айсұлуды көре алмай қызғанды. Сатдәулетті қызғанған жоқ. Айсұлудың жас, әдемілігіне қызғанды. Зарина Сатдәулетке онша емес үміткер келсе деп ойлап жүреді. Бірақ әдемі қыз келді. Енді Сатдәулет дұрыстап танысып, жақсы жүріп кетсін. Өткенде Зарина Шәриярға өзі тиісіп отырды сөзбен шағып. Всегда Зарина басқаларға өзі бастап сөйлейді, ал өзіне сөйлесе өтірік жылап майысып қалады. Ұят емес пе, ұялмайды ма ұятсыз? Айналайындар Сатик үшін жылаған жоқ. Жоқтан бар шығармандаршы. Шәрияр-мен ұрыс болғанын көрдіңдер ғой. Өтірік пәле жауып қызғаныш айта бермеңдерші, нервға тиіп. Эфирді дұрыстап көрмедіңдер ма? Ойларыңнан өтірік бірдеңе құрастырмай тыныш отырыңдар. Сіз қалай ойлайсыз?